Қасқыр қу ақылды және өте қауіпті жыртқыш. Қасқырлар әрқашан топ болып аң аулайды. Олардың әрбір шабуылы мұқият ойластырылған. Олар төзімді, күшті және ең қатал табиғи жағдайларда да тірі қала алады. Әдетте олардың аңшылықтары сәтті аяқталады. Қасқырлар азық тізбегінің ең жоғарғы сатысында тұрған жыртқыштар. Олар кейде тіпті алып қоңыр аюға шабуыл жасап, оның олжасын тартып алады. Мұндай сәттерде тіпті қулығылы бүркіт те араласпай алыстан бақылайды. Ал бүркіт ағашқа қонып, оқиғаның дамуын мұқият қадағалайды. Бүркіт те тым ұзаққа созылмасын деп, қасқырлар мен аюдың арпалысын бақылап, өзіне де бір үлес тиер деген үмітпен күтеді. Ақырында қасқырлар мақсатына жетіп, олжаларын алып кетеді. Қасқырлар Австралия мен Антарктидадан басқа барлық құрлықтарда мекендейді. Бірақ олардың негізгі таралу аумағы Еуразия мен Солтүстік Америка. Зерттеушілердің пайымдауынша, алғашқы қасқырлар шамамен 2 миллион жыл бұрын пайда болған. Бір кездері олардың мекен ету аумағы адамдыкінен кейінгі ең үлкен аумақты құраған. Алайда адамдармен бәсекелестік салдарынан қасқырлардың таралу аумағы айтарлықтай қысқарып қалды. Бүгінде қасқырлар ит тұқымдасына жататын ең ірі жыртқыштардың бірі болып табылады. Ересек қасқырдың салмағы мен көлемі оның мекен ететін жеріне байланысты өзгереді. Ғалымдардың айтуынша, климат неғұрлым суық әрі солтүстікке жақын болса, соғұрлым қасқыр ірі әрі күшті болады. Мысалы, Сібірде, Канадада және Аляскада тіркелген ең ірі қасқырлардың салмағы 90 килограммға дейін жеткен. Ал ең ұсақ қасқырлар Үндістан мен Араб түбегінде кездеседі. Мұндағы ересек еркектердің орташа салмағы 25 килограмм шамасында ғана болады. Қасқыр өте қу және төзімді аң, ол сағаттап тығылып, аңдып жата алады. Қасқырдың басты артықшылығы күші, жылдамдығы және түнгі көру қабілетінің кереметтігі. Бір түнде олар 80 шақырымға дейін жүріп өте алады. Ал қуған сәтте жылдамдықтары 60 километрге дейін жетеді. Қасқырлардың ең басты ерекшелігі ұжымдық аңшылық қабілеті. Олар үлкен топпен шабуыл жасайтындықтан аса қауіпті саналады. Барлық қасқырлардың сезім мүшелері өте жақсы дамыған. Әсіресе иіс сезуі ерекше. Дауыс сезуі екінші орында. Қасқыр олжасын 3 шақырым қашықтықтан иіс арқылы сезеді. Оның иіс сезу қабілеті адамдыкінен шамамен 100 есе жақсырақ. Мысалы, қасқыр 200 миллион түрлі иісті ажырата алады. Ал адам тек 5 миллиондай иісті ғана таниды. Мамандардың айтуынша, 80% жағдайда қасқыр олжасын иіс арқылы табады. Ал қалған 20%-ын есту арқылы анықтайды. Иіс сезу қабілеті қасқырларға қоршаған орта туралы көп ақпарат алуға және аңды тез табуға мүмкіндік береді. Ал есту қабілетіне келсек, қасқырлар орман ішінде 10 шақырымға дейін, ал ашық далада 15 шақырымға дейін дыбыстарды ести алады. Бұл әсіресе Арктика мен тундрада өмір сүретін ақ қасқырлар үшін маңызды. Ақ қасқырлар солтүстіктің экстремалдары. Салмағы 80 килограммға дейін жететін ірі әрі күшті жыртқыштар адамдарға төзгісіз суық аймақта өмір сүреді. Ақ немесе поляр қасқырлары сұр қасқырлардың ең жақын туыстары. 20 ғасырдың бірінші жартысында адамдар қасқырларды аяусыз қырып, оларды аңшылық бәсекелес әрі мал шаруашылығына төнетін қауіп ретінде санаған болатын. Алайда көпшілік экожүйедегі олардың рөлінің орасан зор екенін білмеген болатын. 1926 жылы аңшылар атақты Йеллоустоун ұлттық паркінде соңғы қасқырды атқан болатын. Америкалықтардың мақсаты бұғы популяциясын сақтау және көбейту болған болатын. Келесі 70 жыл бойы паркте бірде-бір қасқыр болмаған болатын. Соның салдарынан бұғы саны бақылаусыз көбейе отырып, жергілікті өсімдіктерге үлкен зиян келтірген болатын. Өсімдіктердің санының азаюына байланысты өзен арналары өзгерген және табиғи ландшафт бұзылған болатын. 1990 жылдардың ортасында ұлттық парк әкімшілігі дабыл қағып, жағдайды өзгерту үшін тәжірибе жүргізді. Канададан 14 қасқыр ұсталып, Йеллоустоун қорығына жіберілді. Күтпеген жерден бұл шешім бүкіл экожүйені түбегейлі өзгертті. Қасқырлар барлық бұғыларды жойып жібере алмады, бірақ оларды белгілі бір аймақтардан аулақ ұстады. Соның арқасында өсімдіктер қайта қалпына келе бастады. 10 жыл ішінде ағаштардың саны 5 есеге артты. Өзен жағалауларында су тышқандары пайда болып, бөгеттер салды.
ал су қоймаларында суырлар мен үйректер көбейді. Қасқырлар койоттардың санын азайтты. Бұл өз кезегінде қояндар мен кеміргіштердің көбеюіне әсер етті. Ал бұл ұсақ аңдар өз кезегінде жыртқыш құстар мен түлкілерді тартты. Қорыққа тіпті гризли аюлары да қайта оралды. Өйтті жеміс бұталары көбейіп, қасқырлар қалдырған олжалар оларға тамақ болды. Бірақ ең таңғаларлығы, қасқырлар өзендердің ағысын өзгертті. Өсімдіктердің өсуі өзен жағалауларын бекітіп, эрозия азайды. Табиғаттағы тепе-теңдік қалпына келді. Сонымен Йеллоустоун қайта гүлдене бастады. Бәрі табиғаттың өз заңдылығына қайта оралды. Сондықтан халық арасында қасқырларды орманның тазалаушылары деп бекер айтпайды.